Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар? Бүгін лисниннен тағы бір аудио естейміз және соны талқылаймыз. Егер сіздің ағылшыннан фундаментіңіз қаланбаған болса, онда да ештен кетпейді. Тек қана ішінде айтылып жатқан сөзді тауып алсаңыз болды. Сол арқылы жоғары нөмір алуға да болады. Кәнекей, тестімізді бастамас бұрын біз бір рет оқып алайық. Maria is annoyed. Ол неменеге ашуланады дейді. Ал оңға келсек, Maria's workplace. Ол қандай да бір жерде істейді, жұмыс істейді. Ал 11-ге келсек, Мария неге қорыққанынан секіріп кетеді дейді, үйде телефон қабылдаған кезде. Ал 12-ге келсек, Мария істеп жатқан компаниясының локейшн, яғни адресі қай жерде. 13-ге келсек, ол темекіні көп шекті дейді, және түнде ұйықтай алмайды, себебі дейді. Ал 14-ге келсек, ол күніменен жұмыс істегенде не істейді. 15. Ол жұмысына қанағаттанбайды, сол үшін ол не істегісі келеді. Ал 16-да Мария телефонды кесіп сағысы келеді. Қайда? Қандай, яғни бір адресте. Қанекей, онда тестімізді бастайық. Text 2. Maria, where do you work? I work in a big shopping center in Madrid. I am a telephone. Бұл жерде айтты, мен қандай да бір үлкен зат сататын шопинг центрда істеймін, Мадридтегі дейді. Яғни 12-де сағат өтіміз тура. What do you do? My workplace is a cubicle. It's very small. Бұл жерде айтады, cubicle, яғни ол бір кішкене бөлме сияқты бір жерде отырады, өте кішкентай жер. Яғни оның жұмыс істейтін жері. Енді жалғастырамыз. A chair, a computer and a telephone. It sounds very nice. No, it isn't. Anyway, basically I answer calls all day. I get calls from... Бұл жерде не дейді? Basically I answer calls all day дейді. Яғни ол күні бойы сол келген телефондарға ответ қайтарады. Яғни бұл жерде 14-те Б ответіміз тура. Тестімізді арқайы жалғастырамыз. Customers, but also I have calls from suppliers about orders and deliveries. And do you like your job? Not really. The worst thing is that people think that I'm responsible for everything. What do people say? It's horrible. They are always complaining about things and shouting at me. It's awful. Ал 9-шы тестке келсек, жаңа айтады, звондаған адамдар маған шағымданады дейді, және де маған айғайлап сөйлейді дейді. Ол өте жаман дейді. Бірақ мен ол телефонды қоя алмаймын дейді. Сол үшін бұл жерде complain, яғни Б ответіміз тура. Of course, I can't hang up. Is it really hard? Yes, I suffer from stress. I really hate phone at home. It makes me jump sometimes. I want to disconnect it, but my husband needs it for work. What are you going to do? I really don't know. I smoke too much. I can't sleep. And it's all because of phone. Бұл жерде не деді? Мен өте көп темекі шектім, және де түнде жақсы ұйықтай алмаймын. Бұның барлығының себебі осы телефоннан дейді. Яғни Д ответіміз тура. Қайтадан бір естіп көрейік. Text 2. What do people say? It's horrible.
They are always complaining about things and shouting at me. It's awful. Of course, I can't hang up. Is it really hard? Yes, I suffer from stress. I really hate phone at home. It makes me jump sometimes. I want to disconnect it, but my husband needs it for work. What are you going to do? I really don't know. I smoke too much. I can't sleep. And it's all because of phone. Мария өзінің жұмысына қанағаттанбайды дейді. Сол үшін ол жұмыстан кеткісі келеді, яғни шығу. Ал 16-да ол телефонды қиып сағысы келеді. Қайда? Үйде. Ол үйде ұйықтай алмайды. Сол үшін home.